Диана Скатова октябрь айында Сұлтанға тұрмысқа шыққалы жатыр. Танымал қазақстандық тележүргізуші Диана Скатова тұрмысқа шыққалы жатыр. Оның болашақ жары алматылық Сұлтан бенд тобының әншісі Сұлтан Нұрбеков Дианаға ұсыныс жасаған деп хабарлайды әлеуметтік желі қолданушысы. Диана Скатова көптен бірге жүрген жігітімен осы жылдың көктемінде ажырасып кеткен. Бірақ жігіті Сұлтан Нұрбеков емес. Оның теледидар мен медиа саласына еш қатысы жоқ тағы бір адам болды. Көптеген келіспеушіліктердің кесірінен Диана мен оның жігіті екі жаққа кетті. Көп ұзамай қосылайық реалити шоуының соңғы маусымында Диана Скатова мен Сұлтан эфир кезінде әзіл ретінде Instagram желісіндегі стористер арқылы бір-біріне видео түсірген болатын. Тіпті Диана ханым Сұлтанның туған күні оны қартайып жатыр деп әзілдеді. Сұлтан күліп әлі жаспын деп жауап берді. Қосылайықтың соңғы маусымы аяқталғаннан кейін Сұлтан мен Диана телешоуды тастап кетті. Және олардың басқа да жоспарлары бар. Көріп отырғанымыздай бұл маусымға Сұлтан мен Диана қатысқан жоқ. Жақында желі қолданушылары Сұлтан мен Диана туралы қауесетті таратқан болатын. Оның айтуынша Диана Скатованың ұзату тойы қазан айында өтеді. Оған Сұлтан Нұрбеков сырға тағыпты деген ақпарат бар. Қазіргі таңда тойға қызу дайындық үстінде. Бұл туралы Диананың әкесі бірнеше рет айтқан болатын. Сұлтан Америкадан әлі оралған жоқ. Дереккөздердің айтуынша ол досымен бірге мәдени шараларға қатысады. Еске сала кетейік, бұған дейін әлеуметтік желі беттерінде Сұлтан Диананың жаңа сүйіктісі екендігі жайлы хабар тараған. Олар 2023 жылы танысқан көрінеді. Бір сөзбен айтқанда, екі жұп жеке өмірлерін бастап, отбасын құру үшін бір жыл үзіліс жасады. Содан кейін екеуі қосылайық жобасына оралады. Достар, Диана мен Сұлтанға бақыт тілейміз. Тойларыңыз құтты болсын.